Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бізде қазір қазақ тіл сабағы 116-шы, 117-ші бетті ашып, 59-шы сабаққа мұқият қарайық. Сабақтың тақырыбы сөйлемдегі сөздердің байланысы. Енді оқушылар, бүгінгі мақсатымыз сабақтағы мәтінмен танысып, оның мазмұны бойынша өздерің болжайсыңдар. Және сурет бойынша, тірек сөздер бойынша әңгімелер құрастырып жазасыңдар. Бірінші есімізге түсіріп алайық. Сөйлемдерді құрасақ та, мәтін құрасақ та, бізде сөйлемдегі сөздер бір-бірімен байланысып тұру керек. Ал олардың байланысын сұрақ қою арқылы табамыз. Балалар, сабағымыз жақсы өту үшін бәріміз бірге тауға саяхатқа шығамыз. Біз ондағы қандай құстар мекен ететінмен танысатын болайық. Міне балалар, қия таудың ұшында ең биікте бүркіт қыран құс мекен етеді екен. Бүркіт ол тоғайлы жерлерде, таулы жерлерде өмір сүреді. Биік ағаштар, зәулім жартастарға ұя салады. Және ол бір-екі ақ жұмыртқа табады. Бүркіттің салмақтары 3 килограммнан 6 килограммға дейін болады. Оның көздері қырағы, алыстағыны көреді. Тұмсығы имек, тырнақтары өткір, қанаты кеңге жайылады. Ол басқа құстар самғай алмайтын, жете алмайтын биіктіктерге жетеді екен. Ендеше біздің туымыздағы желбіреп тұрған, тудың күннің астында тұрған осы бүркіт, осы қыран құс екен. Біздің елімізде сондай биіктерді бағындырады екен. Енді балалар, осы мәтінмен жұмыс жасайық. Оқулықтарыңның 116-шы бетіндегі қиядағы құс деген мәтінді жақсылап тұрып, мазмұнын түсініп алыңдар. Әрі қарай тағы да не болатынын өздерің болжаңдар. Дескрипторларға қарайық. Мәтінді болжап, негізгі ойды анықтайсыңдар. Содан кейін алғашқы бірінші сөйлемді көшіріп жазып, ондағы байланысты сызба түрінде сызып көрсетесіңдер. Қос қыранның екі жерде ұясы бар. Бірі жоғарыда, бірі төменіректе. Екеуі де адам аяғы жетпейтін құз жартаста. Кей бүркіттерде мұндай ұя саны бұдан да көп болады. Бұл ұрпағын аман сақтап қалудың бір амалы. Бір ұядан қауіп төнгісе, екінші ұяға барып балапан басады екен. Міне балалар, қиядағы құс сонда бүркіт екі жерден ұя салып, егер біреуіне қауіп төнсе, екіншісіне барып өмір сүреді екен. Өте ақылды қырағы құстар екен. Осы мәтіндегі бірінші сөйлемді көшіріп жазыңдар және олардың сызбасын, байланысын сызба арқылы көрсетіңдер. Келесі әңгіме құрып жазайық. 35-ші жаттығу. Сендерде тірек сөздер берілген. Мәтіннің тақырыбы қысқы ойын. Тірек сөздер аяз ата, қалың қар, сырғанақ, балалар зулатып, құмарлары қанғанша ойнады. Балалар, өздеріңді арасында да қыста осылай ойнайсыңдар. Мына жерде сендерге өте таныс сөздер тұр. Ендеше сендер өзіңді осы бір мәтіннің кейіпкері ретінде ойлап, сөйлемдер әңгіме құрап жаза ғой. Сәттілік, әңгімені қатесіз жазады және сөйлемдерді бір-бірімен байланыстырады деген сенімдемін. Келесі тапсырма медеу мұз айдыны. Көз алдарында сурет тұр. Сол суретке қарап, Алматыдағы әсем жер, барлығына ерекше көзге түсетін жер, медеу туралы сөйлемдер құрастырасыңдар. Бірінші сөйлем медеу мұз айдыны деп құрастыруға болады. Әр қарай айналдырған 3 сөйлемді өздерің құрастырып жаза қойыңдар. Және сөйлемдегі сөздердің санын байқасаңдар, сызба арқылы берілген. Ендеше балалар, осы тапсырмаларды желтоқсанның 14-і сынып жұмысы деп дәптерлеріңе жазыңдар. Міне балалар, сабағымыз аяқталды.
бүгінгі көңіл күйлерің күннің көзіндей өте жақсы болсын. Сендердің көңілдеріңді бұлт шалмасын. Мен сендерге сенемін.